25 жылы мықты ақшаға қатысты жақсы сәттілік келетін белгілер: ұлу жылы туылғандар, немесе апрель айында туылғандар, жылқы жылы туылғандар, немесе июнь айында туылғандар, және мешін жылы туылғандар август айында, либо август айында туылғандар. Егер де бадзи картаңызды білетін болсаңыз, осы 3 белгі бадзи картаңызда болса, онда ол сізге арналады бұл рилс. Енді қараймыз. Әсіресе ұлу жылы туылғандар, мешін жылы туылғандар, бадзи картаңызда осы белгілер бар болса, өзіңіздің талантыңызды көрсетуіңіз керек. Өзіңізді көрсететін жыл. Егер де бойыңызда қандай талант бар екен, қолыңызда не келетінін көрсетсеңіз, жақсы ақша, сәттілік келеді. Ақшаға, байлыққа қатысты сәттілік. Ал жылқыларға да обаяние келеді, мүмкін ақша жағынан сәттілік келуі мүмкін, деп көрсетеді, бірақ бір минустары бар. Кармаңызға қарай мүмкін ол, обаяние минус жағынан, либо плюс жағынан мүмкін толып кетулеріңіз, қатты салмақ жинауларыңыз мүмкін жылқы жылы туылғандар, либо бадзи картаңызда жылқы бар болса, июнь айында туылған болсаңыздар. Либо повар болып жұмыс жасайсыздар ма, либо асхана ашасыздар ма, немесе үйде тәтті тамақ пісіресіздер, немесе тойға барып тәтті тамақ жеп семірулеріңіз әбден мүмкін.